Сәлем достар, бүгінгі видеода қалампырдың пайдасына тоқталатын боламыз. Мені жоғалтылмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта денсаулыққа пайдалы кеңестермен көбірек бөлісетін боламын. Дәмдеуіштер дененің барлық жүйелеріне оң әсер етеді. Оның бактерицидтік қасиеттері бар, саңырауқұлақтар мен вирустармен күреседі, токсиндерді кетіреді, жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіреді. Ол айқын анальгетикалық және спазмолитикалық әсерге ие. Қалампырдағы С дәрумені иммунитетті арттыруға және қан тамырлары мен шеміршек қабырғаларын нығайтуға көмектеседі. К витамині гемопоэз қызметін, сондай-ақ бауырдың, өт қабының және бүйректің жұмысын жақсартады. В6 дәрумені есте сақтауды жақсартады және қандағы глюкоза деңгейін бақылайды. Бұл әсіресе қант диабетінде өте маңызды. Қалампырдың әйелдерге пайдасы. Қалампыр ерте заманнан бері гинекологиялық ауруларды емдеуде қолданылған. Дәмдеуіш етеккір циклін қалпына келтіреді. Менопауза белгілерін жояды. Предменструалдық синдромды жеңілдетеді. Сонымен қатар қалампыр эмоционалдық саланы тамаша үйлестіреді. Бірақ жүкті әйелдер дәмдеуіштерден бас тартуға мәжбүр болады. Себебі дәмдеуіш жатырдың тонысын ынталандырады және төтенше жағдайларда түсік түсіруге немесе мерзімнен бұрын босануға әкелуі мүмкін. Қалампырдың ерлерге пайдасы. Адамзаттың күшті жартысы үшін дәмдеуіштер де пайдалы болады. Ол табиғи афродизиактарға жатады, потенциалды жақсартады және простатиттің алдын алудың тамаша құралы болып табылады. Қалампыр бұлшықет кернеуін жеңілдетеді және қан қысымын тұрақтандырады. Сондықтан оның денеге әсері физикалық күш салудан кейін әсіресе пайдалы болады. Қалампырдың медицинада қолданылуы. Қалампыр халық медицинасында сұранысқа ие. Асқазан ішек аурулары, панкреатит, қант диабеті, ауыз қуысының қабынуы, тері бөртпесі және басқа да проблемалар үшін тиімді деп саналады. Көптеген елдерде қалампырдың эфир майы дәрілік заттарды өндіруде қолданылады. Ауруды басатын, суық тиюге қарсы препаратты өндіруде. Май стоматологияда да уақытша промбалардың құрамдас бөлігі ретінде кеңінен қолданылады. Бұл дәмдеуіштің әлеуетін бүкіл әлем ғалымдары зерттеп жатыр. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.